187-ші бөбекжайында құлагер тобында тәрбиеленіп жатқан Дүйсен Айзере деген немерем жайында кішкене Наурыз мерекесіне қарсы кішкене аздаған мағлұмат берейін деп жатырмын. Ал Айзере, мен саған мінекей көрсетемін. Қазір Наурыз айында қандай тамақтар пісіріледі, соны көрсетемін. Кішкентай қызым Жансұлу, ол біздің қонаққа келіп отыр. Айзереге екеуіне қазір осы жайында үйретейін деп жатырмын. Наурыз мерекесі біздің қазақтың ұлттық тағамдарын пісіретін жақсы біздің Наурыз жаңа жыл мерекеміз, біздің қазақтың жаңа жылы. Біз Наурыз мерекесінде жаңа жылымызда соғымның сыбағасын қонақтарымызға сыбағасынан ет асып береміз. Әр қонаққа әр мүшеден сыбаға тартылады. Наурыз көже пісіреміз. Балаларым, сен мен тыңдаңдар, екеулер мен сендерге көрсетемін қазір. Ең бірінші келген қонақтарға сыбағасын береміз. Мынандай мінекей нан жайылады. Ең бірінші мен сендерге көрсетемін. Мінекей сендер қараңдар. Үстіп мінекей нан жаямыз. Бұл жаңағы біздің асылған ет сыбағамыздың астына салатын жайма нан. Осы жайма нанды осылай жаяды. Мінекей. Онан кейін қазір көрсетемін. Онан кейін наурыз көже пісіреміз. Наурыз көжеге не саламыз ішінде? Мен сендерге ауызша айтайын қазір. Енді сендерге наурыз көжені қалай пісіруді түсіндірем екеуіңе. Екеуің мені әбден тыңдаңдар. Бірінші отқа қазан қоямыз. Қазанға су құямыз. Бірінші су. Онан кейін ет саламыз. Сыбаға. Ет салғаннан кейін барып бидай саламыз. Бидайдан кейін тары саламыз. Қазақтың тарысы, келіге түйіп тарыны. Содан кейін оны тазалап жуып қазанға саламыз. Төртінші болды. Онан кейін тұз саламыз. Тұздан кейін не саламыз? Кеспе саламыз. Міне мен жайып жатқан, міне жайма кеспе, содан нан кеспе саламыз. Онан кейін қатық. Қатық деп айтады оны. Айранда құяды. Әркім өзінің несіне қарай, дәміне қарай, әркім өзі қосып алады. Міне наурыз көже осылай дайын болады. Міне мен ет алып келе жатырмын. Бұл дегенің мінекей сыбаға бүгінгі біздің. Бұл жамбас орнына жүретін белдеме, жамбастың орнына жүретін. Міне жал, мына жерде міне жая, мінекей қазы. Бұл біздің мінекей бүгінгі сыбағамыз дастарханға. Бұл биыл мінекей барыс жылы келді. Барыс жылы жақсы жыл. Енді осы биылғы наурызымыз біздің балаларымызға, халқымызға тек қана жақсылық әкелсін. Осы бөбектер тек қана жақсылықта болып, жақсы тәрбие алып, Қазақстанның азаматтары мен азаматтары